Армысыздар үш жобасының тұрақты көрермендері. Сіздермен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгінгі біздің кезекті шығарылымыздың қонағы Республикалық Қазбілім оқу орталығының қызметкері, журналист Жұлдыз Жұмаханқызы. Қош келдіңіз, Жұлдыз. Рахмет. Біздің көрермендерімізге өзіңізді бір кішігірім таныстырып өтсеңіз. Сәлем баршаңызға. Мен Жұлдыз Жұмаханқызы. 1995 жылы Қытай Халық Республикасы Тарбағатай аймағы Дөрліжін ауданы Маралсу ауылының тумасымын. 2006 жылы отбасымызбен ата жұртқа қоныс аудардық. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының азаматымын. Осы елде тұрып жатқаныма 16 жылдан асты. Жалпы сіз Қазақстанға 2006 жылы отбасыңызбен көшіп келдіңіз. Енді бізге қызық болып тұр, жалпы бұл шешімге қалай келдіңіздер? Отбасыңызда бұл шешімге кімнің ықпалы әсер етті? Біз 2006 жылы қазан айында әлі көз алдында шекарадан отбасымызбен өткен болатынбыз. Бұл енді 2006 жылға дейін қабылданып қойған шешім, өйткені менің атам Алтайдың қазағы, Алтай Қаба ауданының тумасы, әжем Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат деген ауданның тумасы. Енді ары қарай түсінікті деп ойлаймын. Кезінде қуғын-сүргін заманда әжем 13-14 жасында шекара асып арғы бетке өтіп кеткен. Атам белгілі бір себептермен Тарбағатайға көшіп барған, әжем екеуі сол жерде табысып, біз жаңағы кейінгі ұрпақтар сол жерде өсіп өндік. Енді атам мен әжемді атап отыруымның себебі, біз ес білгелі әжемнің аузынан сәбетке барып өлсем арманым жоқ деген сөзді естіп өстік. Енді сәбетте отырған Қазақстан сол заманда өмір сүрген адам ретінде өзінің туған жерін аңсайды, туған елін аңсайды. Біз енді бала болғаннан кейін көп мән бермейтінбіз. Бірақ сол әжемнің сол бір ауыз сөзі бізді осы күнге дейін жеткізіп, осыншама дүниеге себепкер болатын енді ол кезде ойлаған жоқпыз. Менің әкем өз мемлекеттік қызметкер болды, білім саласында қызмет атқарды. 2005 жылы әжемнің енді азын-аулақ берген мәліметтер бойынша осы Қазақстанға келіп, әжемнің туыстарын іздейді. Артында бір туыстары, іні сіңілілері қалған екен. Соларды іздейді, бірақ енді одан бері қаншама жыл өтті. Әжемнің өзі 13 жасында өткен, ал сол кездегі жасы 96-да болды әжемнің. Кім бар, кім жоқ дегенде енді неше түрлі аумалы төкпелі замандар өтті. Бірақ енді әкем келеді Қазақстанға, әжемнің туыстарын таппайды, туған жеріне барады, ешқандай бір нақты дерек болмағаннан кейін амалсыздан қайтуына тура келеді. Бірақ сол қайтқан кезде бір үлкен шешіммен оралады өзіміздің үйге, Қазақстанға көшем деген бір нақты өзінің бір шешімі болады. Өйткені біз жаңада айтып өттім, әжемнің аузынан естіп өстік. Біз жаңағы шекараның маңында тұрғандықтан біздің үйде жаңағы хабар арнасы, ел арна деген каналдар біздің үйде көрсетілетін. Білмеймін, шекараға жақын жерде тұрғандықтан ба, жаңағы Бақытты бекетіне жақын тұрдық қой біз. Дөрліжін ауданы сол жаққа жақын болғандықтан, әйтеу біз үшін Қазақстан деген дүние бізге бір таңсық емес. Әйтеу құлағымызда естіп өстік сол дүниенің барлығын. Сондықтан әкем де айтатын, әйтеу бір күні көшерміз деп. Сол әкем өзінің бір үлкен анасының аманатын арқалап келіп, бірақ үлкен бір шешіммен оралады. Болды, біз бәрін тастап Қазақстанға кетеміз деген. Енді ол заман кең заман болды, құжат рәсімдеу деген дүниелер қазіргідей қиын болған жоқ, бірақ енді біздің жаңағы мектеп жасы болдық, мектеп жасында болдық. Үлкен екінші ағам тіпті қалып қоюына да қалып қойды шыны керек. Бізден бір жыл кейін келді, өйткені жасы енді Қытайдың өзінің бір ішкі заңдарына байланысты құжат мәселесіне келгенде кішкене кедергілер тудырды. Сол енді бір жылдың ішінде үлкен бір жоба жоспармен әкемнің үлкен бір жаңағы алға қойған бір мақсаттарының бірі болды. Бізді осы қазақ еліне әкеліп, осы қазақ болып өссін деген ниетпен болашағымызды Қазақстанмен байланыстырды. Өзінің сонша жылғы былайша айтқан кезде жиған тергенін, өзінің қызметін, атақ абыройын, барлығын, ағайын туысын, дос-жаранын барлығын біздің болашағымыз үшін айырбастап, сол 2006 жылдың қазан айында
көшіп келдік. Ол кезде енді жаңада айтып өттім, шекараның жаны болғандықтан Бақты бекеті арқылы өттік. Біз Үржар деген аудан бар Шығыс Қазақстан облысында, сол жерде тұрдық. Енді жаңада айтып өттім, әжем 96 жасында өтті. Қазақстанға келді, шекарадан өтіп 96 жасында бір араға 80 жыл салып өзінің еліне оралды. Бізден бұрын қатты қуанған сол кісі болды. Біз енді біздің әулеттің туыстардың көшін бастап өткендіктен біз енді жалғыз кетіп бара жатырмыз деген бізде бір уайым болды, шыны керек. Өйткені бір ауылдан ауылға емес, шекара асып келе жатқаннан кейін сондай бір уайымдарымыз болды. Әулеттен бірінші болып көштіңіз. Иә, біздің әулетте көшті бастаған біздің отбасы болды. Сонда әжем бізден жаңағы жылап туыстарымызбен қоштасып жатқан кезде әжем қуанып, несіне жылайсыңдар, несіне жылайсыңдар, келеді ғой бәрі деген сияқты. Сондай қуанып, әжемнің қуанышында шек жоқ. Шекарадан өткен кезде көрген елдің барлығы жаңағы әжемнің батасын алып, жасын естіп 96 жас деген енді ғасырмен пара-пар жас қой. Келіп әжеме қандай бақыттысыз, туған жеріңе кетіп бара жатырсыз деп сондай бір дүниелер әлі көз алдымызда қанша жыл өтсе де. Енді әуелі Алланың қалауы ғой, енді әжемнің аузына салған шығар, Советке барып өлсем арманым жоқ деген сөзді. Қазақстанға келдік, тура бір айдан кейін әжем өзінің туған жерінде өмірден өтті. Туған жердің топырағы бұйырды. Мен ойлаймын, біздің бүгінгі күнге жетуімізге әуелі Алла, одан кейін осы әжемнің бір бізге жаңа құлағымызға құйып өсіргені деп ойлаймын. Сол анасының аманатын арқалап, өзінің туған жерін тастап, әкем осындай үлкен шешімге келді. Біз көштің басын бастадық. Бізден кейін бір ай, бірнеше айдан кейін, бір жылдан кейін деген сияқты артымыздан әулетіміз ақырындап көшіп келіп қоныстана бастадық. Бірақ енді сол Үржарда жарты жыл ғана тұрдық. Бір қыс тұрдық. Келесі жылдың көктемінде, 2007 жылдың сәуір айында Алматы облысына қоныс аударып кеттік. Өйткені жасыратын жоқ, енді алғаш келген кезде азаматтық болмады. Бірден ала қоймайсың ғой ондай құжаттарды. Кішкене бір әртүрлі қиындықтар кездескеннен кейін енді өмір сүру керек, ары қарай көшті жалғау керек деген сияқты. Сондықтан әкем тағы да бір үлкен қадам жасап Алматы облысына көшіп бардық. Алакөл ауданының орталығы Үшарал деген бір қала бар. Сол жерде тұрамыз. Әлі күнге ата-анам, бүкіл туыс-туғаным сол жерде тұрады. Барлығы сол жерде. Иә, барлығы сол жерде. Тамаша. Өте қызықты өмір жолыңыз. Жалпы осы 2000 жылдары қандастардың Қазақстанға көшіп келуі осы үрдісі күшейе түсті. Яғни жаппай осы қазақ бауырларымыз шетелден Қазақстанға көшіп бастады. Бірақ дегенмен де осы қандас бауырларымыз осы Алматы, Талдықорған қалаларына, сондай ауылды елді мекендеріне келіп қоныс аударды. Яғни өздерінің туысқандарының қасына келіп қоныс аударды. Енді өткенге шолу жасасақ, сізге осы бір сұрағым бар. Жалпы өзіңіз танитын адамдардың қасына көшіп барған кездегі осы сізге ол көмектесті ме, әлде осы мысалы Қазақстанға бейімделуге кері әсерлерін тигізді ме осы жолы? Осы орайда айтып өтсеңіз. Бұл енді өте қызық дүние. Енді айтатын болсақ, жаңағы 2000 жылдары деп отырсыз ғой, шынында да біз көшкен жылдары өте көп болды. Қазақстанға келген, мейлі Қытайдан болсын, мейлі басқа мемлекеттен болсын, келген қандастардың саны бір өте қарқынды түрде өсті деп айтуға болады. Сол жылдардағы статистиканы салыстыратын болсақ та ол шынымен де сондай. Енді мен ойлаймын, біз жаңағы Үржарға келіп тұрдық деп жатырдым ғой. Үржарда мысалға жаңада айтып өттім, шекараның түбі болғандықтан сол жаққа келіп қоныстанған біздің жерлес туысымыз болмаса да жерлестеріміз өте көп болды. Мен басында айтатын әкеме, біз өз Қазақстанға келген сияқты емеспіз, өйткені таныстарымыз көп болды да. Біздің ауылдан, біздің өңірден, біздің туып өскен жерімізден келген таныс әкемнің достары деген сияқты сондай кісілер көп болды. Кейіннен жаңағы Алматы облысына көшіп барған кезде ғана сезіле бастады. Өйткені ол жақта біздің жерлестеріміз емес, Қытайдың басқа өңірінен келген қазақтар болды. Соларды көрген кезде ғана сезіне бастадық. Шынында да Қазақстанда жүргенімізді. Бірақ енді мен ойлаймын, қандастардың осы Алматы облысына шоғырлануының бірнеше себебі бар. Біріншіден әрине таныс тамырын, ағайын туысын қара тартады. Жергілікті бір 60-шы жылдар көшіп кеткен қазақ туыстары болса да, солардың әйтеу бір білетін адамның жанында жүрсек деген ол кез келген адамның ойында болады ғой. Сол нәрсе бар. Екіншіден Алматы облысы, енді бұл менің жеке пікірім, Қазақстандағы ең бір
қазақи сондай бір адамдарда бір қазақи болмысы сақталған сондай орта деп ойлаймын. Енді өзім қанша жыл сол жақта өмір сүрдім. Сондықтан да олар жаңағы келген қандастарды өзегінен теппейтін, бірден жылыға қарсы алатын өңірлердің бірі деп айта аламын. Бірі әрі бірегей деп. Өйткені менің ата-анам әлі күнге сол Алматы облысында тұрады. Ол жер жайлы болғандықтан, ол жердің қазақтары жақсы болғандықтан, сол жерде ары қарай күнін көріп, кәсібін бастап, көшті алып жүріп кеткендіктен әлі сол орнынан қозғалған жоқ. Одан бізден кейін де, бізге дейін де ол жақта келіп жатқан қазақтар көп болды. Көп. Өте көп. Алматы облысында жасыратыны жоқ. Кәсіп бастауға да, қандай да бір кәсіп түрмен айналысам десе де, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы болсын. Енді келген кез келген қандастың қолында диплом болғанымен Қазақстанға келіп, жаңағы костюм шалбар киіп, бір офисқа жұмысқа орналаса салуы ол басында мүмкін емес дүние, ол жасыратын жоқ. Сондықтан барынша шамасы келгенше әртүрлі кәсіп түрмен айналысуға мен ойлаймын, барынша осы Алматы облысы қолайлы деп айта аламын барлық жағынан. Әлі күнге табиғаты жағынан болсын, енді жер жаннаты Жетісу деп атамыз ғой. Жеті өзеннің тоғысқан жері болғандықтан қай саламен айналысам десе де жаңағы қандастарымызға ол жақ өте қолайлы. Сол үшін де сол жақта көп шоғырланған деп ойлаймын. Енді сізге бұл оң әсер етті? Әрине, өте. Жаңада айтып өттім, қазақи өңір деп. Мен енді өзім Қытайда біз өзіміз де қазақи ортада, қазақ отбасында қазақи тәрбие алып өстік. Енді әже көрдік, әкем де білім саласында қызмет атқарғаннан кейін бізге барынша, біз үйде 3 ағайындымыз, үшеуміз де қазақ тілінде оқыдық. Қытайда мына дүниені айта өту керек, біз оқыған ауданда қазақ сынып болған жоқ. Біздің өңірде жаңағы былайша Қазақстанның тілімен айтқан кезде жаңағы ер лақтырудан, біз жақта енді шойындоп деп айтады, шойындоп лақтырудан рекорд бұзған адам. Негізгі мамандығы сол волейбол саласы. Кейіннен сол біраз уақыт мектепте мұғалім болып, кейіннен жаңағы директорлық қызметке ауысты. Өмірінің бар ғұмырын енді Қазақстанға келгенге дейін білім саласында қызмет атқарған кісі. Сол кісінің ықпалы енді айналып келген кезде бәрі сол кісінің ықпалы. Қазақша оқытты. Біз Қазақстанға келмей тұрып та, біз бір ай бойы үйде әкем әліппені сатып алып келіп беріп, бізге әліппемен кириллицаны оқыған болатынбыз. Бізді дайындады барынша. Соның барлығының жаңағы айналып келгенде, соның барлығы жиналып, біз Қазақстанға келген кезде ортаға сіңіп кетуімізге, жаңағы сыныптас достарымызбен, көрші қолаңмен араласып кетуімізге оң әсерін тигізді. Ол әрине моральдық тұрғыдан біздің Қазақстанға келмей тұрып бір жасаған дайындығымыз біріншіден. Екіншіден, осы өңірдің тұрғындарының жақсылығы деп айтар едім. Солардың бір қонақжайлығының, енді қазақ енді бұрыннан қонақжай халық қой, көрші қолаңмен жақын араласып кеткеннің арқасында маған ешқандай бір кері әсері болған жоқ. Тамаша, қуаныштымын сіз үшін. Рахмет. Жалпы енді сіздің көші-қон өмір жолыңыз туралы әңгіме қозғадық. Енді студенттік шағыңызға, журналистика саласындағы қызықтарға оралсақ, жалпы сіз қазақ мектебінде 6-11 сыныптарды бітіргеннен кейін Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде журналистика саласына оқуға түстіңіз. Енді сұрақ сізге, жалпы бұл саланы таңдауға не әсер етті? Жалпы не үшін бұл саланы таңдадыңыз, журналистика саласын? Бұл менің өмірімде өте жиі кездесетін сұрақ. Неге журналистика мамандығын таңдадың? Және қарама-қайшы сұрақ, ол саған ешқандай қиындық тудырған жоқ па деген сияқты сұрақтар өмірімде жиі кездеседі. Мен 6 сыныптың 2-ші тоқсаннан бастап оқыдым Қазақстанда. Жаңа Үржарда оқығаным, Үржарда 2 тоқсан оқыдым, соңғы тоқсанымды 6 сыныптың Үшаралда оқыдым. 11 сынып бітіргенге дейін жаңағы Үшарал қаласындағы талапкер орта мектебі, қазір Сәкен Иманасов атындағы орта мектепке аты ауысты. Сол мектепте оқыдым. Менің өте бір қуанатын дүнием, мен енді адамның өзіне де байланысты ғой, менің оқыған ортам, менің мұғалімдерім, маған сабақ берген ұстаздарымның барлығы сондай бір Құдайдың өзі маған жіберген адамдар болды.
мен Үржарда оқып жүрген кезде қазақ тілі әдебиет сабағын өте үздік оқыдым. Құралай деген апайымыз болатын, енді фамилиясы есімде жоқ, шыны керек. Құралай деген апайымыз өте андай адамды қанаттандырып, кәдімгідей менің сабақта қалай белсенділік танытамын, басқа балалардан ешқашан мен салыстырмайтын, бәрімен бірдей көретін, солармен бірдей сабаққа қатысып, үлгерімнің жасаруы сол Үржардағы мектептегі мұғалімдерінің ықпалы көп болды. Үлгерімнің бірден осы мектеп бағдарламасына ілесіп кетуіме. Ал мектепте Құралай апайға сәлем. Иә, Құралай апай енді мені көретін болып жатса, ол кісіге деген алғысым шексіз. Шынымен де енді. Ал талапкер орта мектебіне келген кезде менің класс жетекшім Рая Алмасқызы орыс тілі пәнінің мұғалімі болды. Шаралда, иә, Шаралда. Ол кісі тек сынып жетекшісінің рөлін ғана атқарып қана қоймай, пән мұғалімі ретінде де жалпы маған бір үлкен жанашырлық танытқан жандардың бірі. Өйткені жасыратыны жоқ, біз енді орыс тілін білмейміз келген кезде. Орыс тілі сабағында орыс тілі әдебиеті болды. Сол кезде маған басқа балаларға жаттауға өлең берсе, бір мазмұндауға бір абзацтар, бір әңгімелер берсе, маған өлең беретін. Мен судыратып жаттап келем. Ол мағынасын түсініп жатырмын ба, білмей жатырмын ба, ода шаруам жоқ, әйтеуір судырап жаттап келем. Сөйтіп менің мектеп бағдарламасын игеріп кетуіме, ортаға да сіңіп кетуіме сол мұғалімдерімнің әсері көп болды. Шынымен осы Құралай апайым мен Рая Алмасқызына деген алғысым өте шексіз. Одан кейін мектепте жүрген кезде мамандық таңдау мәселесі енді жасырар жоқ. Бұл кезде енді қатты біз мән бермедік. Кім болам, не істеймін, қайда оқуға түсем дегенде. Бірақ мен жасыратыным жоқ. Мен 9-шы сыныпқа дейін мен енді мектепте белсенді болдым, ән де айттым, әртүрлі шараларға қатыстым. Біресе музыка саласына барам деп жүрдім, біресе стюардесса болғым келіп армандадым. Бірақ енді әрбір қыздың арманы. Иә, балалық арман ғой, былай қарап тұрсаңыз, стюардесса болу үшін физика пәнін таңдау керек деген дүниені естіп қалдым да, ой, мен физиканы оқымаймын, маған ол қиын болады онда деп, бірден стюардесса болу арманынан бас тарттым. Енді өзіңіз білесіз, кез келген ата-ананың балаға қояр айтатын дүниесі мұғалім бол, өлмейсің, медицина маманы бол деген дүние ғой. Енді маған да әкем мен анам айтты, бірақ енді олар оны міндеттеген жоқ. Сөзсіз осыны таңда, осыған бар деген жоқ. Мен не қаласам сол болды. Өзімнің пікіріммен өзім шешіп, бәрін өзім қабылдап жүрдім. Ол кезде енді ОБТ деген дүние қазіргідей емес қой. Қазақ әдебиет пәнін таңдадым. Жалғыз мектепте өзім, қалған балалардың барлығы біреу биология таңдайды, біреу физика таңдайды. Жалғыз өзім әдебиет таңдап, нақты 9-шы сыныптан бастап осы журналистика саласына барам деген шешімді қабылдадым. Енді оған әрине адамның кез келген салаға бару үшін де бітім болмысы да бейімі болу керек деп ойлаймын. Мен өзім Қытайда жүрген кезде де, Қазақстанға келген кезде де бірден ортаға сіңіп кетіп, мектепте өте белсенді болдым. Әртүрлі шараларды жүргіздік мектепте. Мүшәрелардың бәріне қатысатынмын. Абай оқулары, Мұқағали оқулары деген дүниелердің барлығына қатыстым. Содан кейін өзімді ең дұрысы, өзімнің қолымнан келетін, алып жүре алатын салаға бет бұруды жөн көріп, енді ата-анама айттым. Ол кісілер ешқандай қарсылық танытқан жоқ. Қолдады барынша. Маған ешқандай нәрсені міндеттеген жоқ. Енді Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетіне түсуім енді ол біріншіден әрине енді Құдайдың қалауы ғой. Бірақ ОБТ-дан төмен балл алдым. ОБТ-дан мен ешқашан ұялып, қысылып жасырған емес. Мен ОБТ-дан 54 балл алғанмын. Ол кезде енді 125 па ол кезде? 120 болды ғой деймін, қателеспесем, ұмытып қалыппын өзі. Бірақ ол кезде орыс тілін алып тастаған кезде 47 балл болды. Бірақ мен енді журналистикаға тапсыратын болғандықтан мен түскім келген университетте, Жетісу мемлекеттік университетінде шығармашылық емтихан бар болды да, мені сол құтқарып кетті. Өйткені тіпті жоғары оқу орнына түсу мүмкіндігім болмай қалатындай деңгейге жетіп, андай бір уайымдап қорқып кеттім. Бірақ енді шынында да ата-анамның маған ең бірінші қойған талабы жақсылап дайындал, өзіңнің біліміңмен тапсырып шық, мүмкіндігінше алған балл, енді жоғары балл жинап грантқа түссең жақсы, бірақ та енді түсе алмай жатсаң, оған ештеңе уайымдама. Өзіміз оқытамыз, уайымдама деді. Иә, өйткені жасыратын жоқ, 2000 осы біз тапсырған жылдары біздің елімізде ОБТ-дан төмен балл алып, ата-анасының бір қатаң талабымен жасыратын жоқ, суицид деген дүние өте қатты белең алып тұрған кез болатын. Енді ата-анамды ол нәрседе уайымдатқан шығар, өйткені
біздің айналамызда көп орын алып жатты. Енді суицид дегеннен ақ түсінікті ғой, кімнің қандай жағдайда болып жатқаны. Сол нәрсеге қатты белең алды, бірақ соған қарамастан енді еңсеміз түсіп жыладық, енді ұбт-дағы балымызды көріп жылап сөйттік, бірақ енді шынында да өмірдің сол ұбт-мен шектеліп қалмайтынын түсіндік. Ата-анамның, ағаларымның қолдауы, біздің отбасында екі ағамда бір кішкене есейіп қалған шағында келді, олар жоғарғы оқу орнын оқыған жоқ, олар келді, бірден жеке кәсібіне кірісіп, өздерінің кәсіптерін бастап кетті. Отбасында мен ғана оқыдым, сондықтан енді бүкіл жаңағы назар менде болғандықтан, моральдық тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да мені қолдады. Сол журналистикаға да емін-еркін шығармашылық емтиханнан 2 тур болды. 2 турда 25 балдан 50 балл болды. 50 баллды жинап шықтым. Ал ұбт-да менің бір артықшылығым, өзім үнемі мақтанып айтамын, мен ұбт-да жаңағы 25 сұрақ болады ғой таңдау пәнінде. Қазақ әдебиетінен мен 23 балл жинап шыққанмын. Басқаларым 6-7 болғанмен өзіме керекті пәнді 23 балл жинап шықтым. Мен айтамын, мен соның өзі маған үлкен абырой деп өзімді кішкене мотивация беріп қоямын. Сол балдармен жоғарғы оқу орнына енді ақылы бөлімге түстім, бірақ өзімнің қалаған мамандығыма, өзімнің жаңағы сүйікті мамандығыма түсіп, сол жерде оқып, тәмамдап, енді сол сала бойынша да қызмет жасадым. Тамаша. Рахмет. Сіз үшін қуаныштымын. Рахмет көп. Жалпы біз сізді осы университет қабырғасында өте белсенді болды деп естідік. Осы студенттік шағыңыз туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз. Мен үнемі айтамын, маған таңғалады кейбір достарым, мен ешқашан студенттік шағымды сағынбаймын деп айтамын. Өйткені мен біріншіден жатақханада тұрған жоқпын. Енді қызықтың бәрі жатақханамен шектелмейді ғой. Екіншіден группалас достарымызбен қатты тығыз қарым-қатынаста болған жоқпыз. Әркімнің өз әлемі бар деген сияқты. Оның үстіне жаңада айтып өттім, шығармашылық емтихан тапсыру арқылы түстік қой біз. Біз енді өзіміз таңдап, сол осы қазақ әдебиеті пәнін таңдап журналистикаға түстік. Ал кейбір ұбт-дан төмен алып қалған оқушылар осы шығармашылықты пайдаланып, осы журфакқа түсіп кетіп, енді сапаны құртты деп айтуға болады. Көріп отырған группаластарым ренжімесін. Өйткені сол біз 90 бала түстік, ойлаңызшы, 3 группада мен 3 группада 30-30-дан 90 бала. Мен қорықтым, мен 90-ның бәрі журналист бола ма кейін деп. Сөйтсем, оның жаңағы көп, 70% жаңағы шығармашылық емтихан арқылы бір келесі неден кейін, семестрдан кейін басқа неге ауысып кетем деген мақсатта түскен оқушылар екен да. Содан кейін барып жаңағы көзіміз жетті. Бірақ енді қалып қойғандар да болды. Бірақ мен айтар едім, 4-ші курс бітірген кезде, қаймақтары ғана алды. 4-ші курс бітірген кезде 40 бала бітірдік. Соның бір саусақпен санарлығы ғана журналистика саласына келіп, қызмет жасап, баспасөз саласы деген сияқты. Ал қалғандар мүлдем басқа салаға кетті. Енді студенттік шағымда біздің Жетісу мемлекеттік университетінде студенттік телестудия болды. Сол жерде жұмыс істедім. Сол жерде жұмыс істеп, жаңағы университеттің жаңалықтарын тараттық. Ол жерде енді қызық, енді бір 2 жыл бойы біз теория жүзінде оқыдық та, шаршап кеткенбіз ғой. Теорияны оқып біз енді бір практика керек қой, журналистиканың бір иісі де шығып жатқан жоқ, ылғи тарихын оқи береміз деп. Содан кейін жаңағы ректорымыз студия ашып берді деген сияқты. Өйткені мен оқыған университетте журналистика факультеті бір кейінгі жылдар ғана ашылғанда, жағдай әлі бір толықтай жасала қоймаған кез болатын. Соның арқасында белсенді болып, бір кішкене болса да бір журналистикаға деген бір қадамдарымызды сөйтіп бастадық. Содан кейін 4-ші курста енді ойлана бастадым. Мен енді осынша оқушы студенттер бітіргеннен кейін өзі Алматы облысында айналдырған бір ғана телеарна бар. Газет журналдар бар. Не істейміз ертең? Бір-бірімізге жаңағы енді қарсылас боламыз ғой. Бәріміз сол жерге барсақ жасыратын жоқ, бүйтіп ойладым. Бұның барлығы жергілікті қазақтар, бұлардың таныс тамыры бар. Бұлар қазірден бастап дайындап қойған шығар баратын жерлерін. Мен енді өз күшіме сүйеніп, енді ата-анамның қолдауымен түстім. Енді ертең менің ешқандай жерде таныс тамырым жоқ. Өйткені сол жылдар сол жүйе енді өте басым болып тұрды ғой, жасыратын жоқ. Не істеймін, далада қалып қоймайын, бір баратын жағымды қазірден бастап жоспарлай берейін деген ой болды. Сол кезде енді жасыратын жоқ, Жетісу телеарнасы өте жастарға үлкен мүмкіндік беретін телеарналардың бірі болды. Облыстық телеарна жаңағы ұлттық арнаға қосылмаған жалғыз
облыстық телеарна осы жетісу ғой Қазақстандағы. Мысалға Қазақстан телеарнасының бүкіл өңірде жаңағы Атырау Қазақстан, Өскемен Қазақстан деген жаңағы бөлімшелері бар ғой. Ал жетісу телеарнасы ешқандай республикалық арнаға қосылмаған жалғыз телеарна. Жеке, иә, жеке Алматы облыс жаңа әкімшілікке қарайтын. Енді сол кезде ол телеарнаны марқұм Бейсен Құранбек ағамыздың басқарып тұрған кезеңі болатын. Мен сол кезде жаңағы телеарнаға барып өзім өтініш білдірдім. Практикадан өтсем, үйренсем осы жерден деп. Қандай бір батылдықты жинап барғанды білмеймін, әйтеуір сол телеарнаға барып, Досан Қызайбекұлы деген Бейсен ағамыздың орынбасары қабылдады. Сол кісі бірден мен жаңалықтар бөліміне жіберді. 4-ші курстан бастап сол телеарнаның қазанында қайнап, жаңағы сарқын ішіп сол жердегі мықтылардың деген сияқты. Осы 4 курс бітіргеннен кейін сол жақта жұмысқа тұрдыңыз, иә? Жалпы сол жақта қандай қызықтары болды? Қызығы мен сызығының камераның артындағы. Енді бір айтып өтсеңіз қысқаша. Қандай тәжірибе жинадыңыз? Телеарна, мен жетісу телеарнасы менің өмірімдегі бір үлкен мектептердің бірі. Жаңағы кәсібилік тұрғыдан да, өмірлік тәжірибе жағынан да менің өмірімде бір үлкен орын алатын жұмыс орны, алғашқы жұмыс орны, алғашқы тәжірибеден өткен жерім. Оның үстіне ол жерде де кіл мықтылардың жиналған жері. Енді Бейсен Құранбек ағамыз басқарып отырғаннан кейін ол кісі айналасына анау-мынау адамдар топтастырмайды. Белгілі журналист Серік Әбікенұлы Сарыбаев ағамыз болды. Жаңағы Досан Қызайбекұлы ағамыз, ол кісілер енді кезінде жаңалықтың жаңағы бір ақпарат саласын бір әбден сілкіндірген сондай бір кісілер, сол кісілердің жанында Есболат Айдабосын деген ұлттық арнадағы аптаны жүргізген, қарап, аузымыз ашылып қиялдап жүретін кісілер ғой. Сол кісілердің жанына барған кезде шынымен бір андай бір түс көріп жатқан сияқты сезімде боласың. Шынымен мен осы кісілердің жанында жүрмін ба деп. Жаңалықтар бөлімінде бастадым барлығын. Мен үнемі айтам, енді бұл менің ғана айтатын не емес, жалпы жаңалықтар бөлімі кез келген телеарнаның бұл жүрегі, ең бір жауынгер бөлімі. Тікелей эфирге материал дайындау, сюжетті дайындау, жаңағы текст жазу, түсірілімге барып келу. Қазір осы камераның артында қандай қарбалас жұмыстар тұр, мысалға, одан 1000 есе артық жұмыстар жүреді ол жерде. Тікелей эфирде. Соның барын тікелей эфирге сюжетіңді дайындап беру деген ол енді өте қиын дүние. Мысалға кейде экранның алдында дикторды ғана немесе бір стендап жазып тұрған журналисті ғана көреді ғой, бірақ оның артында қаншама оператор, дыбыс режиссер, монтажер деген сияқты, көлік жүргізушісі деген сияқты қаншама адамдар бар. Соның барлығын көріп, мен сол кезде сезіндім өзімнің шынайы бір кәдімгі бір қазанға түсіп кеткенімді. Барынша осы кісілерден енді үйренейін, осы кісілердің берген алайын деген, батасын алайын, осы кісілердің жанында жүріп тәжірибе жинайын деген осы мүмкіндікті енді қолдан жібермейін деп. Өйткені студент болып келдім ғой. Бірақ ол жерде жаңада айтып өттім, Алматы облысы жалпы қазақи өңір ғой. Ол жердегі журналистердің барлығы сондай қазақи ұстанымдағы, қазақы сондай бір қазақи менталитеттегі кісілер болды да. Ешқайсысы жаңағы кеудеңнен теппейді, сен кімсің демейді. Барлығы бірден өзіне жаңағы жақын тартып, үйретіп, сондай орта болды да. Одан сайын менің журналистикаға деген махаббатым одан сайын еселене түсті. Енді шыны керек, менің осы мамандыққа таңдаудағы басты мақсатымды сол кезде нақтылағандай болдым. Өйткені байланыс деген дүние бар. Мысалға мен өзім білемін, жаңағы мені қаншама өзімнің артынан келе жатқан іні сіңілілерім бар. Қытайда да менің осындай мамандықта оқып жатқанымды көріп отырған туыс-туғандарым бар. Енді осындай кісілердің жанында менің жүргенімді олар көрсе, оларда кейін оларда бір үміт пайда болады деген ой келді маған. Демек, бізде Қазақстанға барсақ, жерде қалмайды екенбіз. Бізде де мүмкіндік болады екен деген бір үміт пайда болатынына өзім бір іштей сондай өзіме ой келді де, барынша бір өзіме жауапкершілік алдым. Үлгі болуға тырыстыңыз. Жақсы жұмыс істейін, жақсы тәжірибе жинайын, кейінгі келетін бауырларымызға да, шекараның сыртындағы болсын, келіп қойған бауырларымызға да бір жақсы жағынан өзімді көрсетейін, осындай мүмкіндікті пайдаланайын. Осыларға Қазақстанда осындай мүмкіндік бар екенін көрсетейін деген бір мақсат қойдым өзіме. Сол жолда шыны керек, енді талай дүниеден өттік, енді қызығы да бар, қиыншылығы да бар деген сияқты. Өйткені Бейсен ағамыздың
атының өзі маған үлкен абырой болды. Сол кісінің қол астында жүрмін, сол кісінің қызметкері болам деген ниетте жүргенімді басқалардың естуі, басқалардың көріп білуінің өзі мен үшін де үлкен мотивация болды. Сол нәрсені бір күні түні жаңағы осыған жетейін деген ой болды. Құдайдың қалауы деп ойлаймын. Сонша шекара асып, сондай бір бала болып келіп, сондай бір үлкен кісілердің жанында жүріп, тәжірибе жинау бақытының маған бұйырғанына мен әлі күнге өзімді шынымен өзім үшін мақтанамын. Сол кісілердің жанында жүріп, сол кісілердің қазанында қайнағаныма. Жалпы қазір көптеген адам журналист болуға деген ой теріс. Адам ол жақта мысалға шындықты толығымен аша алмайды, жалақысы төмен, дұрыс бағаланбаған сала деп ойлайды көптеген адамдар. Және сіздің осы туралы ойыңызды білгім келеді. Әрине орынды сұрақ, біріншіден. Енді шындықты айта алмайды деген дүниеге менің жеке пікірім мынандай. Қазақстанда бұрынғы кездерге қарағанда қазір сөз бостандығы деген дүние бар. Енді қалыптасып келді. Бар, иә, қазір бар. Өйткені журналистика деген сала енді жасыратыны жоқ, халық пен биліктің арасындағы байланыс қой, алтын көпір ғой. Төртінші билік өкілі мысалға журналист деген. Бірақ мен айтар едім, шындықты айта алмайды, айтылмайды деген дүние қазір Қазақстанда енді кездесуі мүмкін кейбір жаңағы арналарда немесе бір басылымдарда. Бірақ негізінен қазір Қазақстанда шындық бар, айтылады. Сөз бостандығы қазір енді 100% болмаса да қалыптасып келе жатыр. Ал енді жаңағы айлығы төмен деген сияқты дүниелер бар. Ол енді шындық. Мен енді бір қызық факт айтайын сізге. Осы айлық деген дүниеге байланысты. Мен 4-ші курсты бітіргеннен кейін дипломдық практикамды аяқтап болып, диплом алғаннан кейін Бейсен аға өзі шақырған болатын мені. Енді көрді, тәжірибеден өткенімді, енді диплом алғаннан кейін не істейтінімді ол кісі де енді менен білгісі келді. Сол кезде шақырды мені. Кабинетіне барып отырмын, дипломды көріп, енді не істейсің деп сұрап жатыр да менен. Мен айттым, аға білмеймін дедім, білмеймін қайда баратынымды. Енді осы жерден тәжірибеден өттім, ары қарай әлі ойлаған жоқпын десем, кел. Осындай күнді кел, осы күннен бастап жұмысыңды баста. Мен сені отқа да салам, суға да салам. Қайсынан аман шығасың, мен сені кәдімгі штатты түрде жұмысқа қабылдаймын деп уәдесін берді ол кісі. Жақсы деп келісіп, ол ағаның алдына барғаным үшін, сондай сөз естігенім үшін қуанып кеттім, ата-анама хабарласып, Бейсен аға осылай деп айтты деп. Бірақ ол 2016 жылдың осы маусым айының соңғы уақыттары болатын. Бірақ сіз сенесіз бе? Сол 2016 жылдың маусым айынан 2017 жылдың ақпан айына дейін мен 7 ай бойы телеарнада мен штатсыз, айлықсыз тегін жұмыс істедім. Айлықсыз. 7 ай бойы. Енді қараңыз, біріншіден ол енді менің бір жаңағы нашар жұмыс істегенмен деп айта алмаймын. Өйткені нашар жұмыс істейтін адамды өйтіп қабылдап немесе бір айдан кейін ақырын жолға салып қоюына болатын еді. Штат күттім. Штат мәселесі өте қиын болды ол кезде. Біреу кетпей, біреуге орын жоқ деген сияқты. Декреттік демалысқа кеткен бір адамның орнына әрең дегенде штатқа тұрдым 2017 жылы. Ақпан айы нақ есімде, ақпан айының 1-ші күні осы ресми түрде Жетісудың телеарнаның штатына қабылданып, ресми түрде сол жердің қызметкері болғаным. Бірақ енді жасыратыны жоқ, сол кездегі бірінші айлығым 28 мың теңге болған. 2017 жылы 28 мың теңге айлықпен жұмыс істедім. Ол бірінші ай ғана солай болды. Иә. Енді ол 28 мың теңге деген енді 28 мың теңгеге жаңағы айлықтың жаңағы көп аздығына емес штатқа ілінгеніме қуандым. Өйткені мен әкеме айттым. Мен қиналған кездерім болды. Жаңағы жұмыс бабымен де қиналған кездерім болды. Әкеме айттым, мен енді шығайын мына жерден кетейін деп едім. Әкем айтты, Жұлдыз деді, саған ең бірінші тәжірибе керек. Сен андағы жерден шыққаныңмен сен кез келген жерге барсаң да тәжірибесіз сені қабылдауы екі талай. Сен алаңсыз тәжірибеңді жина. Саған ешкім о жақтан сен жұмыс істей алмай жатсың, кет деп жатқан жоқ қой. Мықты мамандардың жанында жүрсің, тәжірибеңді жина. Сен уайымдама. Жетісудың бермеген айлығын мен саған еселеп төлеп отырам. Уайымдама.
материалдық жағынан болсын ешқандай қиындық көрмейсің, ешқандай уайымың болмасын, барлық жағын өзім қамтамасыз етемін. Енді әкем енді онсыз да сол уақытқа дейін қамтамасыз етіп отырған демеуші сол кісі ғой, бірақ соңына дейін сол кісі моральдық жағынан да материалдық жағынан да 7 ай бойы мені нақты бір кішкене бір жоғарырақ айлыққа ілінгенге дейін ата-анам, бауырларым, жаңа ағаларым мені қаржылай қолдап демеуші болып өздері жаңағы бір сол жерде бір жұмыс істеп бір айлық алатын адам сияқты жүрдім былайша айтқан кезде. Енді сол тұрғыдан кішкене айлық жағынан қиындықтар бар, бірақ енді соған қарамастан қолдайтын ата-анаң бар да, отбасың бар да, өзің мамандыққа деген бір жаңағы ынтаң бар кезде, қызығушылығың бар кезде, мен ойлаймын, ол айлық, анау мынау деген дүниелер ол жай бір өтпелі кезең, ол соңғы 17-ші мәселе ол, 17-ші мәселе ол. Жалпы осы көп қандастардың өміріне, кәсіби өміріне осындай иммигрант деген статус, қандас деген статустар әсер етіп жатады. Жалпы тіл кедергі болуы мүмкін, жұмыс этикасы бөлек болуы мүмкін, немесе жаңағы жеке байланыстары аз болуы мүмкін. Жалпы осы сіздің кәсіби өміріңізге кедергі келтірді ме осы қандас деген статус? Кедергі дегенде бір қиыншылықтар, сондай болды ма? Негізі бұл нәрсе кез келген қандастың өмірінде орын алатын дүние деп айта аламын, өйткені әртүрлі менталитет бар. Шетелден көшіп келген қазақтарды былай қойғанда, бір Қазақстанның ішінде әртүрлі диалектімен сөйлейтін, әртүрлі менталитет ұстанатын өңірлер бар, оны білесіз өзіңіз. Сол тұрғыда қандастардың басынан бұндай дүниенің өтуі жаңағы тіл жағынан, қалыпты ма? Тіл жағынан ортаға сіңіп кету деген дүние, бірінің сөзін бірі түсінбей қалатын, қолданатын түрлі жаргондар бар деген сияқты. Сол жағынан ол қалыпты нәрсе. Ал бірақ жасыратын жоқ, ол кері әсерін тигізетін тұстары өте көп. Мен айтар едім, мысалға, мен сияқты журналистикада оқып шығып, талай телеарнаға жаңағы тілінде акцент бар болған үшін, кейбір жаңағы терминдарды дұрыс айта алмаған үшін телеарнадағы жұмысын жалғастыра алмаған адамдарды білемін. Қандастар бар сондай. Одан кейін тіпті жаңағы жергілікті қазақтардың ортасында жүріп, сол бір тіл жағынан, сөз жағынан айырмашылықтардың болуынан бір комплекс ұстайтын қандастар да бар. Ол жасырын емес, ол шындық. Өйткені оны қоғам басқаша қабылдайды. Жергілікті қазақ бауырларымыз енді қоғамда жалпы қандастарға деген түрлі пікір бар ғой. Біреуі жақсы қабылдайды, біреуіне бәрібір, біреуі керісінше көзқарастарды танытады. Әртүрлі, мысалға. Сондықтан ол кері әсерін тудырады, бұрын тудырған да, алдағы уақытта да тудыра береді. Неге? Өйткені мен айтар едім, біздің көшіп келген жылдарымызда, мысалға, біз енді қазақша тәрбиемен, кішкене қазақша сөйлеп, әйтеу сіңіп кеттік. Ол да бір белгілі бір уақыт талап етті. Бірден емес әрине. Толықтай бір 2 жылдың көлемі деп айтар едім, мысалы, өзімді айтатын болсам. Бірақ мен жаңағы таза жергілікті қазақтардың ортасында өстім, сыныптастарым да жергілікті қазақтар болды, университет қабырғасында сондай болды. Алғашқы жұмысымда таза жергілікті қазақтардың ортасына түскендіктен маған ешқандай мүлдем қиындық тудырған жоқ. Ол әрине адамның өзінің бейіміне де байланысты. Адам кішкене ортаға сіңу үшін, ортаға бейімделу үшін адам өзі де тырысу керек деп ойлаймын. Мен енді жаңағы ешқандай комплекс болған жоқ менде, біріншіден. Керісінше, сол Қытайда қолданатын сөздерімізді, жаңағы диалекттер болсын, жаргондар болсын, әзілдеп, жаңағы жергілікті қазақ достарымыздың арасында айтып бір-бірімізге. Сондай дүниелер болды да. Мысалға, мен қазіргі уақытта жаңағы шымкенттік бауырларымыздың да диалект сөздерін жаңағы күнделікті өмірде кейде қолданып айтам. Батыстық достарым бар, сол жақтың да сөздерін қолданып айтам. Енді ол әркімнің өзіне байланысты деп ойлаймын. Ол енді міндетті емес, бірақ жүрген ортаңа байланысты да. Тек қана қандастардың ортасында жүрсең, ол ортаға бейімделу қиын болады. Қазіргі таңда өз қызметіңізді Республикалық қаз білім орталығында жалғастырып жатырсыз. Бұл орталық білім саласында танымал болып келе жатыр. Және бұл орталықты ашқан Аятжан мырза. Және бұл орталықта көптеген қандас мұғалімдер мен оқушылар жұмыс жасайды, білім алады деп естідік. Шынымен де солай ма?
Иә, қазіргі таңда мен өз қызметімді 1 жылдан астам уақыт болды республикалық қазбілім орталығында жалғастырып жатырмын, байланыс бөлімінде. Иә, осы республикалық қазбілім орталығының құрылтайшысы Аятжан Ахметжанұлы қазбілімнің осы қазақ қоғамында осы білім саласында халыққа қызмет етіп білім берумен айналысып келе жатқанына 7 жылдан астам уақыт болды. Енді айтайын дегенім, менің жеке пікірім, қазбілім бұл қазақтың болашағы. Білім саласының бір бренді деп айтсам артық емес, себебі бұл жерде ең деген білікті мамандар топтастырылған. Қазақстанда 15 филиал бар, 11 қалада, Астананың өзінде 3 бөлімше бар. Аятжан Ахметжанұлы өте бір жаңағы тиянақтылықпен әрбір мұғалімді арнайы тестілеуден өткізіп, біліктілігін ешкімнің түйіндемесіне қарамайды ол кісі. Ешкімнің түйіндемесіне, түйіндемені әркім өзінің білуінше қалауынша жасап келуі әбден мүмкін ғой, бірақ білімін тексеріп, арнайы мұғалімдердің өзін тестілеуден өткізіп қабылдайды орталыққа. Ал бұл жердегі мұғалімдердің енді 50-60% өзіміздің қандас аға әпкелеріміз деп айтайыншы. Сондай кісілер орталықта оқитын қандас оқушылар да өте көп. Бұл жерде мектептің бағдарламасына үлгере алмай жатқан балалар жасыратыны жоқ. Көбінесе одан кейін ұбт-ға дайындалатын қандас балалар. Өйткені жасыратыны жоқ, екі елдің менталитеті, екі елдің білім саласы, білім беру деңгейі, өздерінің ұстанымдары, жаңағы тестілеу, емтихандар деген сияқты әртүрлі ғой, ұқсамайды ғой. Сол бағытқа бір түсу үшін, сол жүйені меңгеру үшін әрине қосымша орталықтың көмегі қажет болады, міндетті түрде. Сол тұрғыда осы қазбілім орталығы бір үлкен артықшылығы, жаңағы келген қандас оқушылардың өзі жергілікті қазақ мұғалімдердің кейбірінің енді бір дүниелерін түсіне алмай, немесе өзінің ойындағысын жеткізе алмай қалып жатуы мүмкін. Енді ол мақсатта да алған жоқ, ол мақсатта да жұмыс істеп жатқан жоқ әрине қандас мұғалімдер. Олар білікті маман болғандықтан, қоғамға ең бір қажетті сала ғой, енді білім саласы деген. Ең бірінші адам ғой, қоғамдағы былайша айтқан кезде ұстаздық ету деген. Сол салада осы қандас ұстаздарымыз болсын, жергілікті қазақ ұстаздар болсын, барлығына енді тәртіп бірдей. Барлығы белгілі бір деңгейде тестілеуден өтеді. Жаңадан келгені болсын, бұрынғысы болсын деген сияқты. Мен айтар едім, осындай орталықтың ашылуы, қызмет жасауы және бұл орталықтың құрылтайшысы осы Аятжан Ахметжанұлы сияқты азаматтардың болуы, мен ойлаймын, басқа өңірлерден, басқа елден көшіп келген қандастар үшін де үлкен мүмкіндік, үлкен тәжірибе. Өйткені мемлекеттік қызметке бірден орналасып кету мүмкіндігі әркімге бұйыра бермейді ғой. Сол тұрғыда осындай орталықтарда қызмет жасау қайда болмасын беретін бір білім ғой мысалға балаға. Сондықтан айтар едім, осы орталық қандас оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де өте үлкен мүмкіндік. Бұл жерде енді ойлап қалмаңыздар, енді көрермендер көріп отырып, тек қана Қытайдан келген немесе басқа елден келген қазақтар ғана жұмыс істейді. Бұл жерде жергілікті қазақтарда әр өңірдің қазақтары жұмыс істейді. Өйткені әр өңірде филиалдарымыз бар ғой. Тек тереңдетіп сапалы білім береді. Бір сөзбен айтқан кезде сондай. Жақсы, түсінікті. Әдемі жарнамаладыңыз. Бар нәрсені бар күйінде айту керек. Дұрыс. Енді жалпы соңғы жылдары сіз әлеуметтік желіде белсенді бола бастадыңыз. Енді осы оралған қыздың оқиғасына жалпы бұл жазба қалай шықты? Жалпы осы жазбалар сіздің әлеуметтік желіде жұлдызыңыз жаққан жазбалар. Осы туралы айтып өтсеңіз. Оралған қыздың оқиғасы деген шыны керек өзіме күтпеген бір оқырмандардың арасында бір қызығушылық тудырып жатыр. Менің инстаграмдағы парақшамда жаңа оралған қыз деп жазылып тұрады ең басында. Мен айтар едім, мен бұны шыны керек бір осындай бір қызығушылық тудырсын деген мақсатта жазған жоқпын, жасыратыны жоқ. 2020 жылы карантин басталған уақытта өзіңіз білесіз, үйде отырып онлайн жұмыс істеп кішкене шығармашылықпен айналысуға да мүмкіндік туды. Енді әр нәрсенің бір плюс жақтарын көре бастадық қой енді ол кезде. Сол сәтте ойыма келді. Мен өзі үнемі инстаграмда да әдетте жаңағы өзімнің блогымды жүргізген кезде де кейде бір қытайша сөздер қолданамын, қытайдағы бір дүниелерді айтамын деген сияқты бір бағытта ғана қатып қалып жүргізбеймін де.
еркін бағытта Еркін, өз жүргіземін, ойыңызды иә, білдіріп. өз ойымды білдіремін түрлі бағытта. Содан кейін ойыма келді жаңағы неге осы мектеп кезіндегі өмірімді, алғаш келгендегі басына өткен қызықтарды неге жазбасқа. Бірақ жасыратын жоқ. Оны басында тек қана контент үшін қолға алған болатынмын. Одан кейін ол ондай бір талқыға түседі деп ойлаған жоқпын. Өйткені шынымен де мен ғана емес, кез келген, ол мейлі Қытайдан келсін, Өзбекстаннан, Моңғолиядан, қай елден келсе де қандас балалардың басынан өтетін жағдай бұл. Өйткені көп нәрсеге таңырқаймыз, көп нәрсе бізге жат болады, көп нәрсеге үйрене салмаймыз. Енді жасыратын жоқ, мен ол нәрсені таразының басын тең ұстап, жақсы жақтарында, кішкене қиындық көрген жақтарымызды да өлшеп, артық кетіп қалмай, сүзгіден өткізіп, ешкімді ренжітпейтіндей қызықты қылып отырып Инстаграм парақшама салдым. Бірінші Инстаграм парақшама салдым. Өте өзім күтпеген реакция болды. Өйткені қаншама қандас бауырларымыз, дос өзіммен қатарлас балалардың барлығы пікір қалдырып, біздің басымыздан да осылай өткен, осылай болған, кейбіреу тіпті өзінің көшіп келгенін айтуға ұялатын моменттерін, сол кезде шынымен осылай болыпты ғой деген сияқты бір дүниелерді айтты. Одан кейін ойлана келе осы дүниені бір 2-3 күннен кейін уже Инстаграмда деп қойдым, ойлана келе Инстаграмға 1-2 күн салып қойғаннан кейін Фейсбукқа да бір жариялап көрейінші деген ой келді. Бірақ өте қорқынышым басым болды ол жерде. Өйткені өзіңіз білесіз, Фейсбуктың аудиториясы ол жерде бір өзі әр нәрседен бір сынықтан ілгіздеп отырады, адамдар көп болады, зиялы қауым өкілдері отырады, әр сөзіңді аңдып жазбасаң бір сынның астында қалып қалуы мүмкін. Оның үстіне бұл тақырыпты Инстаграм осындай қолдап жатқаннан кейін Фейсбуктағы халық қалай қабылдайды екен деп қорықтым. Бірақ кішкене Инстаграмға қарағанда сәл өңдеп, смайликтерін азайтып деген сияқты солай салмақтырақ қылып жазып салдым. Салмақ қосып. Иә, салмақ қосып жаздым. Бірақ шынымен мен Инстаграмнан да өте қатты деңгейде қызу талқыланды. Пікірлерді оқып үлгермей жаттым, таң қалып, жаңағы мессенджер деген толып кетті ғой. Мен өзім қорқып кеттім, мен өзі дұрыс нәрсе жасап жатырмын ба деген сияқты ой болды. Енді ол жерде мынандай ғой, екі жақтың мектептегі формасы қарапайым дүние, Қазақстанда классика киетін болса, ол жақта спорттық үлгідегі киім, мысалға Қытайда. Сабақ мысалға Қытайда таңертеңде түстен кейін де болса, Қазақстанда тек бір ауысым деген сияқты. Одан кейін қарапайым дүниелерді мысалға киім кию үлгісі, бір-бірімізге жаңағы сөйлеу, бір-бірімізді атап шақыру деген сияқты сондай дүниелердің барлығын жаздым. Мен ойлаймын, бұл өмірден алынған, шынайы оқиға болғаннан кейін де шығар деп ойлаймын, осындай бір қызығушылық тудырып, қаншама пікірдің астында қалған. Жасыратын жоқ, Ауыт Мұқибек ағамыздың бір пікірі әлі күнге есімде. Ол кісі өзінің парақшасына жариялаған екен. Жұлдызды танимын, әлеуметтік желіде белсенді, осылай жақыннан бері бір өз роман жазып жүр деп. Оны оқып күлдім енді. Роман жазып жүр, Оралған қыздың оқиғасы деген тақырыпта. Шыны керек, бұл өте мүлдем бұған дейін жаңағы қозғалмаған тақырып. Өйткені үлкен кісілер өзінің өмірін айтып, ақын жазушылар отанды, туған жерді жырлап, сондай тақырыпта қалам тербеп жүрсе, бұл шыны керек бір жаңалық болды дейді. Мен оны оқып тіпті таң қалдым, шынымен де осындай баға беріп жатыр ма деп. Исраил Сапарбай ағамыздың өзі жалғасын сұрап менен. Мынау қашан шығады жалғасы? Енді Исраил Сапарбай ағамыздың да енді басқа елде туғанын білеміз ғой. Сол кісінің өзі сұрақтар қойған кезде мен кәдімгідей бір жауапкершілігім одан сайын артып, дұрыс жеткізуге, әр салған жазбамды қайта өңдеден өткізіп барып салуыма бір түрткі болды. Енді жасыратын жоқ, белгілі бір себептермен тоқтап қалды. Өйткені өмір болғаннан кейін енді кейбір әлеуметтік желіге отырмайтын бір үзіліс жасайтын моменттер болды. Сол кезде тоқтап қалды жазба. Бірақ әлі күнге сұрайтын, өзімнің достарым жанында жүрген достарым сұрайды, жалғасын қашан жазасың, қашан саласың деп. Енді ол біз де сұраймыз жалғасын. Иә, жазылып дайын тұрған дүние. Бір ғана кісіден бір ұсыныс болды. Осыны бір шағын бір кітапша ретіп шығарсақ қалай болады деді. Мен енді оны шыны керек, оны андай сол моментте оны бір ойлайтын жағдайда болған жоқпын.
басқа бір мәселелермен басқа бағытта жүргеннен кейін жақсы деп ұсынысын қабылдап қойдым, бірақ бір өзі реті келмеді. Енді бұйыртса әрі қарай кішкене көлемдірек қылып жазып, одан сайын енді оралған қыз тоқтап қалған жерім мектеп қабырғасында жүрген кезі, әлі оралған қыздың студенттік өмірі бар, әлі журналист болған кезеңдері бар, соның барлығын енді ортақ дүние ғой бұл, өйткені кез келген жасыратын жоқ. Үлкен ересек адам түгелі кішкентай баланың өзі үлкен бір адаптациядан өту кезеңдері өте қиын. Мен жаңада айтып өттім ғой, ешкімді ренжітпей, таразының басын тең ұстап жаздым деп. Сол тұрғыдан да деп ойлаймын, осындай бір қызығушылық тудырып жатқан. Енді болашақта көлемдірек қылып жазып, жарыққа шығарып жатсақ, міндетті түрде сіздерге хабарын беріп, сүйінші сұраймыз. Жалғасын таба берсін. Рахмет, бұйырса. Енді жалпы бұл блогыңыз өзіңіздің кішкентай кезіңіз туралы ғой. Жалпы 11 жасар осы Қазақстанға алғаш көшіп келген жұлдызға не айтасыз? Кішкене қиындау сұрақ екен. Мен 11 жасымда көшіп келдім Қазақстанға. Қысқа бір сәлем жолдап жіберсеңіз или 11 жасар жұлдызға мен шынымды айтсам, сол мезетте өзімнің жаңағы жасыратын жоқ, өзімнің де қиналған кездерім болды. Әкеме Қытайға қайтайықшы деген моменттерім де болды, жасыратын жоқ. Егер 11 жасыма қайтадан оралатын болсам, сол балалық ойлардың бәрінен арылып, керісінше ортаға бейімделуге сол кездегіден де 1000 есе құлшынатын едім. Одан ешқандай жамандық көрген жоқпын. Бір кезеңдер болды, бір қиналып кетейікші, біз осы жерде тұра береміз ба деген. Өйткені жасыратын жоқ, моральдық тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да басында қиындықтар болды. Өйткені Қазақстанға келген кезде менің өйтіп айтуымның бір себебі, бізді Қытайдағыдай жағдай, Қытайдағыдай сапалы өмір күтіп тұрған жоқ еді. Жаңағы материалдық, моральдық тұрғы деп айтып жатқанымда сол. Бәрін тастап келгендіктен, үлкен тәуекелге барғандықтан біз сол нәрсеге енді баламын ғой, енді шыдамаған кездерім болды. Әкеме кішкене шағым айтқан кездерім болды, бірақ сол кезеңге қайтып оралар болсам, сол кездегі қайта соның барлығын жеңуіме ата-анамның, отбасымның ықпалы болды. Соның барлығын жеңіп, ары қарай да жаңағы ортаға бейімделіп кетуге құлшынысымды арттырған сол ата-анам болатын. Сол құлшынысымды қайтадан 1000 есе арттырып, жаңағы ортаға бейімделетін едім. 11 жылға егер 11 жасыма қайтадан қайтатын болсам, бар айтарым осы енді қазірге. Сұхбатымызды түйіндейтін уақытта жетіп қалыпты. Жалпы осы кішкентай кезіңізде сіз журналист болуды армандадым дедіңіз. Енді қазір ол арманыңызға жеттіңіз. Енді қазіргі жұлдыздың арманы қандай? Арман өте көп. Бала күнімізден естіп өстік қой. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деп. Шынында да енді Құдайдың қалауымен арман мақсаттарымызға өзіміздің жасаған амал әрекеттерімізбен жетіп жатырмыз ғой, бірақ дегенмен де болашақта елге оралатын әрбір қазақтың ешқандай тіл мәселесі бойынша, құжат мәселесі бойынша қиналмағанын қалайтын едім және армандайтын едім. Осы тұрғыда біздің мемлекетімізде қандастарға өте бір үлкен, дәл осы құжат және тіл мәселесі жөнінде тек қана осы қандастарымыздың енді басқа тілде сөйлемейтіні анық қой, бірақ қазақ тілі жетік меңгерген және құжатбастылықпен қатты бір өзі әрең көшіп келіп жатқан қандастардың басын қатырмайтындай бір арнайы нақты бекітілген бір жоба болғанын армандаймын, және осының іске асуына енді қолымнан келгенше өзім де сол бағытта бір жұмыс істейтін адамдардың қатарынан болсам екен деймін. Тамаша, арманыңыз орындала берсін. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымызда өз мәресіне жетті. Біздің осы бағдарламамыздың миссиясы ретінде қонағымызға дәстүрлі сұрағымызды қойсақ. Жұлдыз, сіз өз әулетіңіздің шежіресін білесіз бе? Әрине. Бұл мен ғана емес, жалпы кез келген қазақ білуге міндетті деп ойлаймын. Өйткені қазақ қандай жағдайда шежіреге, руға бөлінген бәріңіз жақсы білесіздер. Мен өзім Абақ Керей
Шыбарайғыр руынан тараймын. 12 Абақкерейді білесіздер, соның Шыбарайғыр деген руының ішінде Балтадан тараймын. Сұхбаттың басында айтып өткенмін, атам Алтайдың қазағы, Алтайда қалың керейлер шоғырланған, сол өңірдің тумасы атам, сондықтан да біз сол Абақкерей, Шыбарайғыр, Балта руынан тараймыз. Бұл енді кез келген қазақ, кез келген адам өзінің шыққан тегін шежіресін білуі міндетті деп ойлаймын. Сондықтан ол мен үшін бұл бір парыз дүние. Тамаша. Жұлдыз, тағы да сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Тамаша сұхбат болды. Сізге алдағы кәсіби жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Армандарыңыз орындала берсін. Жалпы оралған қыздың оқиғасы жалғасын таба берсін. Рахмет. Сіздерге де үлкен алғыс білдіремін. Осы іс жобасының ғұмыры ұзақ болсын дегім келеді. Қандастарымыз үшін, көшіп келген жастарды осылай халыққа таныстыру мақсатында, әр жасаған еңбегін елге көрсету мақсатында жасап отырған жұмыстарыңыз жемісті бола берсін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Келесі шығарылымдарда кездескенше сау болыңыздар.